Есжанов Жанадел Расулович, көркем еңбек пәнінің мұғалімі. 2008 жылы қыркүйек айынан бастап нөмір 7-ші Қарсыбай Спатаев мектеп-лицейінде ұстаздық қызметімді атқарып келемін. Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы. Яғни мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең әдемі мектепке керегі білімді, педагогика, методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім. Осы жылдар аралығында жеткен жетістіктерім: өрлеу біліктілік арттыру орталығынан сертификат алдым. Алтын қазына атты қол өнер байқауынан дипломмен марапатталдым. Білім әлемі баспана бетіне өз мақаламды шығарған үшін сертификаттан марапатталдым. Бірінші республикалық шығармашылық байқауынан қолдау көрсетіп, алғыс хатпен марапатталдым. 2020-2021 оқу жылы аралығында ерекше жетістігі ел ертеңі жас ұрпаққа сапалы тәрбие беру жолында аянбай еңбек етіп жаңартылған білім мазмұны бойынша мақаласын жоғарғы деңгейде дайындаған үшін дипломмен марапатталдым. 2012 жылы бірінші біліктілік санаты берілді. 2021 жылы педагог зерттеуші санаты берілді. Шәкірттерінің жеткен жетістіктері: алтын қазына көркем және сәндік қолданбалы өнер бойынша балалар шығармашылық қалалық көрме байқауына қатысқан үшін Ахметов Беслан сертификатпен марапатталды. Алтын қазына көркем және сәндік қолданбалы өнер бойынша балалар шығармашылық қалалық көрме байқауына қатысқан үшін Ерхан Асылхан сертификаттан марапатталды. Республикалық өткізілген 8 қырлы бір сырлы байқауына қатысқан үшін Талғатұлы Бәйдібек марапатталды. Қорытындылай келе, мектептегі сыйлағандықтан, мамандығын жан тәнімен сүйгендіктен мұғалім ең алдымен өзінің интеллектісін көтеру керек, дүниеге деген көз қарастарын биіктету керек. Өз шәкірттерімді биік шыңдарға жетуіне бар күш-жігерімді саламын.